Matthias Blübaum, Anish Giri, Tata Steel. D4, G6, C4, піл G7, E4, D6, AC3, C5. Мына жерде биноний деп тұр, бірақ бинонийға мүлдем ұқсап тұрған жоқ, білмеймін енді. Өткені бинонийда көбінесе сарбаз негізгі орталықта тұрады. Білмеймін, көрейік. D5 және піл C3 өте жауапты шешім, мен бұл туралы үнемі айта берем. Пілді атқа айырбастар алдында өте мұқият болу керек. BC және сарбаз негізгі орталыққа қойды. Міне мынау бинонийға ұқсап тұр. Бірақ мына жүрістен кейін мүлдем бинонийдағы идеяларды пайдалануға бола ма, болмай ма деген сұрақ туындайды. Піл E6, піл D3, ат F6, ат E2, ат H5 және рокировка. Ат C6 және F4. Ол біліп тұр, мына сарбаздардың нашар екенін біліп тұр. Содан кейін мына атта қазір керемет емес, сол себепті барынша қазір шабуыл жасауға тырысу керек. Барынша позицияны ашуға тырысу керек. Піл D7 деп жүрді. H3, вәзір E7 және G4. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. Ат G7 және F5. Үш бұрыш, мынандай үш бұрыш. Осы үш бұрыштың арқасында қазір мүмкін мына жерге қойып, мына жерге және мына жерге шабуыл жасаудың амалы. Вәзір H4 және ат F4 бұл кімнің? Алехиннің сүйікті аты. Мынаны қорғаймыз, мынадан вәзір G3-тен қорықпаймыз. Және осы жерде H5 түсініксіз шешім. Неге бұлай жүргенін, жалпы Аниш Гири өте сауатты ойыншылардың бірі. Және ат G2. Бірден мына вәзірге шабуыл жасау. Рокировка жасаған жоқ, мына ат нашар, және мына мысалы артта қалған сарбаздардың бірі. Алдық және тура F3. Темп мәселесі біз сіздермен білеміз. Темп деген не? Темпус деген не? Темпо ол уақыт дегенді біледі. Уақытты босқа өткізуге болмайды. Бұлай және піл E2. Мына вәзір деген қиын жағдайға тап болды, өткені баратын жері басатын тау жоқ. Мына жерде мынау шабуыл жасап тұр, мына жерде мынау шабуыл жасап тұр, мына жерде мынау шабуыл жасап тұр деген сияқты. Алдық және тура E3 міне шабуыл жасай бастадық. Мына жерге вәзір деген қиын жағдайға тап болды. Вәзір G5 және алдық. Шах, қарсыласқа шах жарияладық. Ат E7 және вәзір D6. Мен кезінде айтқан едім, бұл артта қалған осал сарбаздардың бірі. Дәл қазір әртүрлі F6 деген әрекеттер жасағымыз кеп тұр. Піл C6 және тура E4. Біріншіден мына жолды жауып тастаймыз. Екіншіден бұлай қарсыласқа шабуыл жасаймыз. Алдық, патша F2 және піл G5 осымен ойын аяқталды. Мына атты қорғайтын ешкім жоқ. Және жалпы жағдайдың қаншалықты қиын екенін көріп тұрсыздар. Әртүрлі шақтар болады, әртүрлі нелер болады деп жатқаным ғой. Сонымен осымен ойын аяқталды. Түсініксіз, мына неге мына кім? Аниш Гири H5 деп жүрді. H5 содан кейін бұл жерде тағы бір вәзір G5 деген әрекеттер. Ең соңғы әрекеттердің бірі ол мысалы піл F5 деген шешімде ақылға қонымсыз.